Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қазіргі таңда сондай сұранысқа ие болып тұрған заквасканы дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қызыл алма және де қарапайым су қажет болады. Енді бізге керекті заттарға жеке-жеке тоқтала өтем. Бізге міндетті түрде қызыл алма қажет болады. Жасыл немесе сары алманы қолдансаңыздар болмайды, одан закваска дұрыс шықпайтын болады. Сондықтан міндетті түрде қызыл түсті алманы пайдаланыңыздар. Енді суға келетін болсақ, бізге қарапайым краннан ағып тұрған су қажет. Ескерте кететін жайт, фильтрден алынған су закваска жасау үшін жарамсыз болып табылады. Сондықтан да фильтрден алынған суды мүлде закваска жасау барысында қолданбаймыз. Қарапайым краннан ағып тұрған суды пайдаланатын боламыз. Басқа түсті алманы немесе фильтрден алынған суды пайдалансаңыздар, закваскаларыңыз дұрыс шықпайды. Ең алдымен алмаларымызды тазалап аламыз. Сыртқы қабығын ашып қажет емес, тек ортасындағы дәнегі мен қатты бөліктерін алып тастасаңыздар болғаны. Неге алмаларымызды толықтай тазалап алдық, енді ұзыншалап, жіңішке етіп турап алатын боламыз. Турап дайындап алған алмаларымызды енді таразыға салып өлшейтін боламыз. Қыздар, шатаспаңыздар, құрамы деп жазылған жердегі 500 грамм алма, ол алманы тазартып, турап алғаннан кейінгі массасы болып табылады. Алманы турағаннан кейін міндетті түрде өлшеп алыңыздар. Сіздерде 500 грамм шығуы қажет. Алма сатып алғанда шамамен 600 граммдай алсаңыздар болады. Неге қараңыздар, бізде 500 грамм алма болды. Тура шығу керек. Енді суымызды да өлшеп алатын боламыз. 500 грамм алма пайдаланғандықтан бізге 500 мл су қажет болады. Енді алмамыз бен суымызды осындай баклажкаға салатын боламыз. Мен 2 литрлік баклажканы пайдаландым. 2 немесе 1,5 литрлік баклажканы пайдалануға кеңес беремін. Себебі біз екінші этапта жасап алынған массамыздың газын шығаратын боламыз. Егер де сіздер 1 литрлік баклажкаға жасайтын болсаңыздар, газ шығару кезінде кішкене сіздерге қиындау болуы мүмкін. Сондықтан еркін жасау үшін 1,5 немесе 2 литрлік баклажканы пайдаланыңыздар. Енді жаңағы турап алған алмаларымызды баклажкамыздың ішіне толықтай салып аламыз. Енді үстінен жаңа өлшеп дайындап алған 500 мл суымызды құятын боламыз. Мінеке қыздар, біз баклажкамызға алмамызды салып, үстінен суымызды құйып дайындап алдық. Осылай кішкене араластырып, қақпағын нығыздап жабамыз да бөлме температурасында 3 күнге қалдыратын боламыз. Осы 3 күн аралықта қақпағын мүлде ашпаңыздар, тығыздап жауып қойыңыздар. Осы 3 күннің ішінде бізде алмамыз бен суымыз реакцияға түсіп ашитын болады. Қыздар, бізде закваска жасау бірнеше этаптан тұрады. Бұл бізде бірінші этап. 3 күн өткеннен кейін мен екінші этапты салатын боламын. Ары қарай не жасайтындарыңызды келесі видеодан қарайсыздар.